Саламатсыздар ма 10 сынып оқушылары 490 бойынша алынатын магнит өрісі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса, каналымда басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бұл БЖБ-да 5 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 12-ге тең. Бірінші тапсырмасы, мұнда бізге 3 тапсырма берілген екен. Заттың магниттік өтімділігі ұғымына анықтама беріңіз. Ферромагниттердің басты 3 қасиетін көрсетіңіз. Ферромагниттіктерге жататын заттардың асын сызыңыз дейді. Оқушылар, мұнда бірден сызып кетесіздер. Никель, кобальт және темір. Магнит өтімділік заттағы магнит өрісінің индукциясы вакуумдағы магнит өрісінің индукциясынан неше есе артық екенін көрсететін физикалық шама және оның мұнда мінекей математикалық өрнегі, яғни формуласы. Оқушылар, келесі тапсырмасында ферромагниттердің басты 3 қасиетін көрсетіңіз деген осылай 3 қасиетін жазсаңдар болады, немесе өздерің ізденіп басқа да қасиеттерін жазсаңдар болады. Келесі тапсырмасы, магниттік материалдардың қолданылуына 2 мысал келтіріңіз. Оқушылар, магниттік материалдарды қолдануға бірнеше мысалдар келтіруге болады. Мұнда бізде 2 мысал келтіріңіз деген. Магниттік материалдарды магниттік энергия ағынын шоғырландыруға магниттік жазба үшін қолданылады. Оқушылар, келесі тапсырмасы, бойымен 3 ампер ток өтетін ұзындығы 30 сантиметр өткізгішке магнит индукциясы 20 милли Тесла магнит өрісінде 9 милли ньютон күшпен әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш. Яғни оқушылар, магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрышты есептейміз. Оқушылар, мұнда бізде 30 сантиметр екен, оны біз 0,3 метр деп аламыз. Мұнда бізде 20 милли Тесла, 20 көбейтілген 10-3 дәрежесі Тесла деп аламыз. 9 милли ньютонды 9 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон деп аламыз. Бізге табу керек магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрышты. Ол үшін оқушылар, мұнда біз ампер күшін қолданамыз. VIL көбейтілген синус альфа. Осы формуладан альфаны табу үшін ампер күшін бөлеміз VIL-ге, яғни осы 3 шаманың көбейтіндісіне бөлеміз. Енді орнына қояйық. Бізде күш 9 көбейтілген 10-3 дәрежесі, ал индукциясы 20 көбейтілген 10-3 дәрежесі. Көбейтеміз, ток күші бізде 3 ампер, көбейтеміз, ұзындығы 0,3-ге тең. Сонда оқушылар, 9-ды бөлеміз, мұнда бізде 20-ны көбейтеміз, 3-ге 60 болады, оны 0,3-ге көбейтетін болсақ, 18 болады. Сонда 9 көбейтілген 10-3 дәрежесі бөлеміз 18 көбейтілген 10-ның мұндағы -3 дәрежесі. Мұндағы 10-3 дәрежесі мен 10-3 дәрежесі қысқаратты. Бізде 18 бен 9 екеуі қысқарып 2-ден 1 болады. 2-ден 1 деген сөз, ол оқушылар, ол синус 30 градусқа тең болған кездегі мәні. Сонда синус бізде 30 градусқа тең екен. Келесі тапсырмасы, өзекшесіз шарғы ішіндегі өрісінің индукциясы 2 милли Тесла. Шарғыға болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы. Оқушылар, яғни біз табамыз шарғының магнит индукциясын. Мұнда бізде 2 милли Тесла екен, 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі деп аламыз. Бізге табу керек шарғының магнит индукциясын, ол үшін магнит өтімділіктің формуласын қолданамыз. Осы формуладан мұндағы индукцияны табу үшін бір-біріне қатынастырамыз. Сонда тең болады. Өрісінің индукциясы бізде 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі бөлеміз 8000-ға. Сонда тең болады 0,125. Оқушылар, мұнда біз 2-ні 8-ге бөлдік, 0,125 болса, мұндағы мінекей 10-3 дәрежесі, мұнда 3 дәреже азайтылады. Сонда таңбалары екеуінде минус болып, -6 дәреже болады.
мұндағы минус 6-ны микро деп алсақ болады. Оқушылар, келесі соңғы тапсырмасы, мұнда бізде қисық радиусы берілген, жылдамдық берілген екен, және альфа бөлшегінің массасы, заряды берілген. Осы шамаларды қолданып, магнит өрісінің индукция векторын анықтаймыз. Оқушылар, мұндағы индукция векторын табу үшін қисықтық радиусының формуласын түрлендіріп аламыз. Ол тең болады масса мен жылдамдықтың зарядпен индукцияның қатынасына. Енді осы формуладан біз индукцияны табу үшін масса мен жылдамдықты бөлеміз радиус пен зарядтың көбейтіндісіне. Массасы бізде 6,1646 көбейтілген 10-27 дәрежесі. Көбейтеміз бізде жылдамдық 10-6 дәрежесі. Ал радиус бізде 1,38. Көбейтеміз зарядқа 3,2 көбейтілген 10-19 дәрежесі. Сонда оқушылар, мұндағы кулония, мұндағы 6,646-ны бөлеміз мұндағы бөлімдерінің көбейтіндісіне. Сонда тең болады 2 көбейтілген, мұнда минус 27 дәреже, 6 дәреже көбейтіліп тұр, азайтылады. Таңбасы 2 түрлі, минус 21 болады, минус 19, 2 минус плюс болады, сонда 10-2 дәрежесі болады. Бұны оқушылар былай жасақ болады. Ал бізде 20 деймізде көбейтілген, мұнда біз 1-0 қосқан есебінен мұнда 1 дәреже қосамыз. Енді мұндағы минус 3 дәрежені милли деп аламыз. Оқушылар, өздерін көріп отырғандай 5 тапсырманы толық талдап аяқтадым. Түсінбеген сұрақтарым болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.